Алла тағала адамдардан есеп алу хикметімен ақыретте қайта тірілтіп, махшар алаңына жинайды. Осы кезде адам жанымен де, тәнімен де қайта тіріледі. Адамдардың махшар алаңына жиналу сәті Құранда былай келтіріледі. Қамар сүресі 7-8 аят. Олар қабірлерінен көздерін сүмірейтіп, шашыраған шегіртке ұқсап келеді. Шақырушы жаққа жүгірген кәпірлер, бұл ауыр күн дейді. Адамдарға амал дәптерлері таратылып, істеген істеріне жараса, соңғы тұрағы белгілі болады. Сол кезде тозақтық болғандар құрдымға кеткен соң барлығы ібілісті іздей бастайды. Және олар оны іздеп табады. Әне ол, ұстаңдар оны. Әй ібіліс, бүгін біздің осындай халге түсуімізге сен кінәлісің. Бүгін біз барлығымыз сенің кесіріңнен тозаққа түстік. Сол кезде ібілістің қаншалықты қу екендігіне көз жеткізесіңдер. Қиямет күні ібіліс оларға былай деп айтады. Ибрахим сүресі 22 аят. Іс біткен уақытта, қиямет күні болғанда, шайтан, расында Алла сендерге шындықты уәде етті. Сондай-ақ мен де сендерге уәде еттім де, сөзімде тұрмадым. Негізінде сендерді шақырғаннан басқа еш өктемдігім жоқ. Сонда да сендер шақырғанымды қабыл алдыңдар. Ендеше мені сөкпеңдер де өздеріңді сөгіңдер. Мен сендерді құтқара алмаймын. Сондай-ақ сендер де мені құтқара алмайсыңдар. Расында бұрын мені Аллаға серік етіп қосқандар, оған менің қатысым жоқ дейді. Шын мәнінде залымдарға жан түршігерлік азап бар. Лағнет ібіліс пен Алланың әмірлерін елемеген адамдар арасында болатын ғақлиялық диалогтың үлкен мәні бар. Тозақтықтармен болатын диалогта ібіліс Алланы жоққа шығармайды, және жер бетінде ол адамдарға үнемі жалған айтқандығын мойындайды. Расында шайтанның бізге еш өктемдігі жоқ, және ол қандай да бір күнәні жасауға мәжбүрлей алмайды. Және бұл хабар шайтанның өз аузымен айтылды. Шайтан біздің әлсіздіктерімізді және жағымсыз әдеттерімізді пайдаланып, Алла тыйым салған барша күнәлерді жағымды етіп қояды. Барлық жаман нәрселерге алдамша демелік береді. Осылайша ол біздің жаман әдеттеріміз күнәлі іске айналу үшін біздерге сыбырлайды. Және қиямет күні мені сөкпеңдер де, яғни өздеріңді сөгіңдер дегенде алғашқы рет шындықты айтады. Сол себепті біз мүлдем күтпеген жағдайға тап боламыз да, барлық қасіретіміз үшін шайтанды немесе шайтанның қызметіне жәрдем беруші достарын айыптауға құқығымыз болмайды. Себебі мұндай аянышты жағдайға өзіміздің қалауымызбен, өз еркімізбен жасаған таңдаудың нәтижесінде ұшырадық. Басқа аятта бұл шындық былайша келеді. Қаф сүресі 27-28 аят. Оның сыбайласы шайтан, Раббым, оны мен аздырмадым, дегенмен ол өзі де ұзақ адасуда еді дейді. Алла, менің алдымда тартыспаңдар, сендерге алдын ала уәдені білдірген едім дейді. Алла елшісінің хадисінде шын мәнінде шайтан адамның қан тамырымен жүреді, және ол жүректеріңді бұзама деп қорқамын деп айтқан. Бұхари Итикаф 8. Демек, біздің ерік жігеріміз қаншалықты әлсіз болса, шайтан бізге соншалықты күшті әсер ететін болады. Алланың заңдарына табандылық танытып, оның дінінен берік ұстансақ, шайтанның жоспарлары жарамсыз болып қалады да, оның достарының азғыруы жүрмейді. Олардың барша қастандықтары мен зымиян әрекеттері де дәрменсіз болады. Сондықтан қиямет күні ібіліспен бетпе-бет келмеу үшін біз мына өмірде өзіміздің нәпсімізді қатты бақылауымыз қажет. Олай болмаған жағдайда сол күні құрдымға кеткенде ібіліс те, оның достары да, сыбайластары да жәрдем бере алмайды.